Әрбір адамның басты құндылығы оның өмірі мен қауіпсіздігі. Қазақстан Республикасының заңдары да біздің мектептегі тәрбиелік жоспарымызда осыған негізделген. Жолда тәртіп сақтау өзіңнің ғана емес, айналаңдағы адамдардың да қауіпсіздігі. Қауіпсіздік, сергектік пен жауапкершілік. Күдікті жағдайды көрсең, үнсіз қалма. Дереу үлкендерге хабарлау қауіпсіздіктің кепілі. Интернет білім көзі. Бірақ қауіпсіздікті ұмытпа. Күмәнді хабарламаны міндетті түрде ата-анаңмен бөліс. Өз қауіпсіздігіңді сақтау, өзіңе де, қоғамға да қамқорлық жасау. Әрбір жас Қазақстан азаматы заңды сыйлап, тәртіпті ұстанса, болашағымыз жарқын болады. Менің қауіпсіздігім, менің жауапкершілігім. Жеке қауіпсіздік сабақтары жүйелі және қалыпты түрде білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытатын, өз елінің жауапты азаматы болуға үйретеді және қауіпсіз қоғамды дамытуға үлесін қосады. Дұрыс мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, пайдалы әдеттерді кеңінен насихаттау және салауатты өмір салтын ілгерілету маңызды.